Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ПП емес, бірақ үй жағдайында жасауға болатын, құрамы жағынан таза балмұздақтың жасалу жолын көрсететін боламын. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің салатын видеоларым сіздерге көрініп отырады. Артық салмақтан арылу барысында да балмұздақты жеуге болады. Құрамы тазасын жеуге тырысыңыздар. Арықтау барысында балмұздақты сағат 11-12-ге дейін жеген дұрыс. Балмұздақты жегеннен кейін қыздар, уақытында жеген калорияңызды күйдіріп отырыңыздар. Яғни күніне кем дегенде 10 шақты жасап отырыңыздар. Балмұздақтың ПП түрінде дайындауға болады, бірақ егерде сізде қант алмастырғыш болса. Кез келген ірі супермаркеттерде Фитбарат деген қант алмастырғыштың стевия деген түрін алуға тырысыңыздар. Ол дәмді әрі калория жағынан 0 болып келеді. Бізге балмұздақ дайындау үшін сливки қажет және сахарный пудра. Бұл бірақ ПП вариант емес қыздар. Сливки мен сахарный пудра екеуін араластырамыз да, екеуін жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Сливки мен сахарный пудра миксерлеу барысында көпіреді. Шамамен 5-7 минуттай миксерлеп аласыз. Кез келген формаға салсаңыз болады, тіпті жеміс жидектерді қосуға да болады. Құлпынай, малина деген сияқты. Егер де сізде балмұздақ құятын ыдыс болса, соған да салуға болады, немесе дәл осындай мен сияқты пластмасс ыдысқа да салуға болады. Егер де сізде конфетница, вареница салатын ыдыс болса, дәл осы ыдысқа да салуға болады. Балмұздақ қатып дайын болу үшін мұздатқышқа салып қоямыз. Шамамен 5-6 сағатта біздің мороженныйымыз, яғни балмұздағымыз дайын болады. Ал қыздар, біздің балмұздағымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет, дүкендегінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Қыздар, ең бастысы каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Арықтаймын деп өзіңіз жегіңіз келіп тұрған балмұздақтан да бас тартпаңыздар, өздеріңізді қатты шектемеңіздер. Аптасында 1 рет болсын, өздеріңізді еркелетіп, сағат 11 мен 12 аралығында жегіңіз келген балмұздақты жеп алыңыздар. Ас болсын қыздар, сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.